Саламатсыздар ма, гүлсүйер қауым? Бүгін тағы да мынау глаксиния гүлі. Алдында 16 осы декабрьде көрсеткен болатынмын сіздерге. Глаксиния гүлін жапырақтан көбейтіп, жапырағын бетін сындыртсап, астында кішкентай клубнясын міне мынандай қылып тепличкеге отырғызып, жылы жерге светтің астына қойдым. Сол міне 2 декабрьден 16 декабрьге дейін 14 күн мысалы 2 аптада осындай болды деп, сол 4 күннен кейін егемін деп, бүгін 21-і міне сол көрсеттім. Сол кезде содан міне 5 күннің ішінде мынандай болып өсіп қалыпты уже. Таңғаларлық жағдайда жылдам өсетін болып тұр. Жақсы условия болса, жылдам өсетін болып тұр. Енді осыларды қазір мен осы клубняны міне тәбіру оянып жатыр. Мында мынау да оянып жатыр, мынау кішкене жапырағы үлкейіп қалыпты. Енді осыларды қазір мен горшокке отырғызғым келіп тұр, сіздерге көрсетіп. Бір қолмен түсіріп, бір қолмен ыңғайсыз болар ма екен? Міне. Міне. Кішкентай клубнядан мынандай. Так. Біреуін ектік. Ой, көрінбей қалып жатыр ма? Алаңдап кетіп жатырмын. Біреуін ектік. Айналасына су құйып, қазір бірақ пока топырағы дымқыл, айналасына су құйып, сосын салафанмен кішкене бетін жабу керек. Себебі бұл тепличканың ішінде тұрды ғой, мынандай қақпағы жабылған тепличканың ішінде тұрды. Сол себептен салафанмен бетін бүркемелейміз. Міне мынандай қылып салафанмен бетін кішкене бүркемелеп қоямыз, жарық жерге қоямыз. Мына сухой біздің комнатамыздың ауасына үйренгенше осылай кішкене 1-2 күн жауып қоямыз да, 1-2 күннен кейін алып тастай беруге болады. Міне глаксинияның жапырақтан шыққан кішкентай клубнясын егіп, 2 аптада клубнямыз міне оянып, картошкамыз оянып, міне 3-ші аптасында осыны егіп жатырмыз. Бар айтайын дегенім осы, заман тыныш болсын, сау, саламатта болыңыздар. Келе жатқан жаңа жылымыз құтты болсын, амандық болсын.